Сәлем достар, сіздермен B2A каналы. Бүгінгі сабақта біз конвертер құратын боламыз. Яғни метрден километрге немесе километрден метрге айналдыратын программа құрамыз. Ол үшін бүгін біз үш компонент қолданамыз. Оның біріншісі edit text, яғни мына жерде plain text деген түрін аламыз. Аты edit text, осылай болып қала берсін. Бұл edit текстті біз конвертер болғаннан кейін тек сандық мәнді ғана қолданамыз. Сол үшін edit текстің қасиеттерінде мына жерде input type'та text personal name дегенді алып тастаймыз. Одан кейін number signed дегенге басамыз, number decimal дегенге басамыз. Екеуін таңдаймыз. Сонда мына жоғарыда number signed, number decimal деген ғана таңдалып тұр. Әрі қарай енді бізде текстті бастапқы мәні name деп тұр. Оны өшіріп тастайық. Яғни біз таңдаған number signed пен number decimal деген ол бүтін сан мен бөлшек сан енгізу деген сөз. Яғни сіз бүтін емес сан енгізсеңіз де бұл жерде есептеуге ыңғайлы болу үшін. Әрі қарай келесі керек компоненттер ол радиобаттындар. Бұл радиобаттындармен біз метрге немесе километрге айналдыруды таңдайтын қылып қоямыз. Яғни қолданушы бірінші метр я километр қайсыған айналдырғысы келеді, соны таңдайтын болады. Содан кейін барып баттың компонентін, яғни кнопканы басатын боламыз. Бірінші радиобаттынның ID-ін M радиобаттын деп өзгертіп қойын. Метр деп текстін метр деп өзгертейін. Мына жерде дұрыс көрінбейді, яғни бұл 23% көрсетіп тұр. Ал қазір тестілеген уақытымызда үлкен болуы керек. Екінші радиобаттың компонентін қоямыз. Атын KM радиобаттын деп қойық. KM радиобаттын 2 деген алып тастайық. Одан кейін текстің километр деп жазайық. Енді үшінші бүгінгі қолданатын компонент ол баттың компоненті. Жалпы бұл баттың компоненті қолданушы айналдыру керек мәнін енгізгеннен кейін, одан кейін қандай метрге немесе километрге қайсысы айналдыратынын таңдайды. Содан кейін барып осы баттың компонентіне біз басу арқылы нәтижені алады. Яғни обработчикті біз баттың компоненті қылып аламыз. Есептеу деп жазып қойын. ID баттың болып қарала берсін. Экранның дизайнын болдық біз. Осымен әрі қарай кодқа кірісейік. Енді код жазу барысында ең бірінші өзімізге керек компоненттер жариялап алайық. Бізде ең бірінші тұрған компонент ол edit text компоненті. Ол жерге номерлер енгізіледі, сондықтан n edit text деп жазайын мен. Түсінікті болсын. Одан кейін екі радиобаттындар бар. Радиобаттын біріншісі M радиобаттын қылдық. Өтір арқылы екіншісін KM радиобаттын қылдық. Жаңа атын солай беріп кеттік. Екі жақта шатаспас үшін бірдей аттар алайық. Үшінші компонент біз қолданған ол баттын. Оны жай ғана баттын деп қалдыра берейік. Alt Enter'ді басамыз. Әрі қарай осы жерде енді байланыстыра алайық. Біздің осы жерде жариялаған аттар мен формадағы компоненттерді. Edit text find view by ID air class ID нүкте. Ол жақта тек edit text болып тұрған шығар. Edit text болып тұр екен.
Екінші компонент ол m radio button. Жаңағы жерде қандай ат бердік, дәл солай шығып тұр. Үшінші компонент ол бізде keyM radio button. Соңғы компонент бізде button. Барлық компоненттерді тауып алдық, байланыстырдық екеуін. Енді buttonға біз обработчик құруымыз керек. Ол үшін buttonға басамыз, қасиеттердің ішінен onClick қасиетін тауып алу керекпіз. Соның ішіне btn click деп құрайық, onClick қасиетін. Мұнда public void btn click. Alt enterді басымыз керек. Қатені жөндедік, дұрыстадық яғни. Әрі қарай енді бізде buttonға обработчик құрдық. Енді осының ішінде бірінші текст енгізілді ма, енгізілген жоқ па, соны тексеріп алуымыз керек. Одан кейін қайсысы кнопканы басқанын қолданушы тексеруіміз керек. Содан кейін барып есептеп, сосын барып экранға шығаруымыз керек. Ол үшін тексеру үшін шарт қоямыз. Шарт if деп жазылады. Шақшаның ішінде шарттың өзі жазылады. Бізде n edit text, текст алу үшін get text дегенді басамыз. Length деген қасиеті бар get текстің. Бұл ұзындығын білдіреді. Яғни ұзындығы 0-ге тең болса, яғни қолданушы ештеме енгізген жоқ. Мысалға ұзындығы деген сөз 1 деген сан берсек, онда ұзындығы 1. 10 деген сан берсек, ұзындығы 2, яғни 2 саннан тұрады. Ары қарай өткен сабақта үйренген toast'ты қолданайық, яғни хабарламаны. Toast нүкте make text, яғни қай контекстте ашылады, соны беруіміз керек. Get application context өтірі арқылы қандай текст шығаратынын енгізуіміз керек. Санды енгізіңіз деймін. Сан енгізіңіз. Белгісін қойып қояйық. Әрі қарай енді ұзындығын анықтауымыз керек. Трою арқылы toast length short қойып қояйық. Қысқа бола берсін. Осыдан кейін нүкте, көрсетілу үшін show, шақша ашылады, жабылады. Яғни бірінші тексеріп қарайды. Осы n-edit текстің ішінде санның ұзындығы 0-ге тең болса, яғни ештеме енгізілмеген болса, онда экранға хабарлама шығарады. Ары қарай, если 0-ге тең емес болса дегенге else деген жағдай болсайық, яғни 0-ге тең емес болса, оның ішінде я бір таңбалы, 2 таңбалы, немесе бірнеше таңбалы сан бар. Санды оқып алайық. Біз жаңа бүтін санда, бөлшек санда енгізе алатын қылып көрсеткеннен кейін float деген тип алайық. Бұл айнымалының типі бөлшек санды да, бүтін санды да алуға келеді. Одан кейін берілген санды input number деп ат қойып алайық. Input number тең болады float нүкте parse float. Яғни бұл жерде енгізілген нәрсе по умолчанию тексттік тип болып есептеледі. Ал біз float нүкте parse float деу арқылы
тексттен float типіне айналдырып алып жатырық. Дәл жаңағыдай бізге енгізетін компонент аты n-edit-text.getText, сосын stringке айналдырып алу керек, toString. Яғни бізде input number дегеніміз ол енді қолданушының берген саны. Енді осының ішінде ары қарай біз қолданушы қай радиобаттынды басты, яғни метр таңдады ма, километр таңдады ма, соны тексеруіміз керек. Бірінші метр радиобаттын. Осын жазамыз if деген шарттың ішіне. Осы басылды ма, басылған жоқ па тексеру үшін нүкте isChecked деген қасиет бар. isChecked. Яғни біріншісі басылған болса не істеу керек? Яғни метрге айналдыру керек. Демек қолданушы санды километрде беріп тұр деген сөз, ал бізге метрге айналдыру керек. Енді әрі қарай n-edit-text деген компонентті қолдана берейік. Әрі setText қасиетін қолданайық. Яғни осы қолданушының енгізген компонентіне қайттан жаңа мән қоямыз. Сол үшін setText деген қасиет қолданылады. Бұл жерде біз қоятын сан float типті болғандықтан біз оны stringке айналдырып алуымыз керек. Сол үшін string нүкте value of input value болады. Input number болады. Яғни қолданушы километрден берсе, оны метрге айналдыру үшін 1000-ға бөлуіміз керек. Осы жерде 1000-ға бөліп жіберейік. Input number 1000-ға бөлдік. Егер радиобаттың бір басылмаған болса, таңдалмаған болса, яғни ол кезде түсінікті. Екіншісі таңдалатын болғаны, яғни қолданушы санды метрде беріп тұр, бізге километрге айналдыру керек. Мына жерде қате кетіп қалды. Километрде беріліп тұр, метрге айналдыру үшін оған 1000-ды көбейтеміз. Ал мына жерде километрде беріліп тұр, оны метрге айналдыру үшін, метрде беріліп тұр, километрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Яғни 1 километрде 1000 метр бар деген сөз. Осымен код жазуды аяқтадық. Енді тексеріп көрейік. Яғни қазір біздің бағдарламамызда ештеме енгізбесек, сан енгізіңіз деген хабарлама шығу керек. Бір санды беріп, оны километрмен десек, метрге айналдырып беру керек. Егер біз санды беріп, километр таңдасақ, онда метрден километрге айналдыру керек. Және де енгізілетін санның бәрі, енгізетін мәннің бәрі тек сандық мәндер ғана болу керек. Біздің бағдарлама жүктелді. Басып көрейік. Жаңа айтылғанда тек сандық мәндер ғана шықты. Сразу мысалға 1000 деп беректі километр таңдайық. 1000 метрді километрге айналдыру керек. Яғни 1 километр есептеу жасайық. 1 километр деген шықты. Енді километрмен беректі. Наоборот, метрге айналдырып көрейік. Мысалы 5 километр метрге айналдырсақ 5000 метр. Яғни бағдарлама дұрыс жұмыс жасап тұр. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған B2A каналы. Сау болыңыздар.